Бір сәтке аялда, өзіңе сұрақ қойып көрдің бе? Өмірің қай бағытта өтіп жатыр? Қазір жүрген жолың, жүрегің қалаған жол ма? Кейде адам өмірді өзгертем деп сыртқа қарайды, бірақ шын өзгеріс өзінен басталады. Ішкі әлеміңді түсінбей тұрып, сыртқы өмірді түзету мүмкін емес. Абай атамыз айтқан: өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Бұл адамның ең терең өсиеті. Өз тағдырыңды өзгерту үшін біреуді емес, өзіңді қозғау керек. Өмір өздігінен жақсармайды. Жақсартатын сенің еңбегің, сенің талабың, сенің табандылығың. Қиындыққа қарамастан тоқтама. Абайдың тағы бір сөзі ой салады: пайда ойлама, ар ойла. Арлы адам, биік адам. Пайданың соңында жүрген жан уақытша жеңеді, ал ардың соңында жүрген адам мәңгілік із қалдырады. Уақыт адамға берілген ең қымбат нәрсе. Өзіңді бос әдетпен, бос уайыммен шаршатпа. Абай ескерткен: пайдасыз іске бой алдырма. Әр күніңді есеппен өткіз. Әр қадамыңды мағынамен жаса. Талап адамның тірегі. Өмірде бір нәрсеге жетем десең, талап қыл. Абай айтқан: талап, еңбек, терең ой, қанағат пен рахым ойлап қой. Кейде айналаңдағы адамдар сені түсінбеуі мүмкін, сені сынауы мүмкін. Мақтап тұрып алдап кетуі мүмкін. Сондықтан өз жолыңды өзің таңда, өз бағыңды өзің жаса. Өміріңе сен ғана жауаптысың. Білім адамды жарыққа шығаратын нұр. Абай айтқандай: ғылымсыз ақыры бір қараңғы өмір. Оқы, ізден, қателес, бірақ тоқтама. Білімсіз адам жерде жүрсе, білімді адам биіктен қарайды. Қиындық келсе құлама. Абайдың сөзі мықты тірек болады. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Әр ауыр күн сені шынықтырады. Әр құлаған сәт жаңа күш береді. Адамдық адамның ең биік қасиеті. Абай атамыз өсиет еткен: атаның баласы болма, адамның баласы бол. Аты жөнің емес, ісің сені көрсетеді. Жүрегіңнің тазалығы, ниетіңнің түзу болуы адамды адам етеді. Жүректі, ақылды, қайратты тең ұстау нағыз толық адамның белгісі. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Бірлік елдің күші. Абайдың сөзімен: біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Сабыр адамды діттегеніне жеткізетін ең мықты қасиет. Сабыр түбі сары алтын. Өнерің болса, оны жоғалтпа. Абай өсиеті: әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Жүрегіңді тазартып, жан дүниеңді тәрбиеле. Өмірдің өлшемі адамның өзі. Абайдың философиясын түйіндейтін бір сөзі бар: жүрегіңнің түбіне терең бойла. Адам өзін танығанда ғана өмірдің сырын түсінеді. Сырттың сөзіне емес, өз ойыңа сен. Абай айтқан: көптің аузында болмай, өз ойыңда бол. Өсек, өтірік, мақтан адамды әлсірететін үш дұшпан. Өзіңді
осыдан сақта, жаныңды осыдан қорғай біл. Қанағат жүректің тыныштығы. Абайдың сөзімен қанағат қазаққа тән қасиет. Еріншектік адамға зиян, еріншектік адам дұшпаны. Сен де дүниеге бекер келген жоқсың. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Жолдасың көп болсын, бірақ бағытың бір болсын. Жүрегің жұмсақ болсын, бірақ өзіңді ешкімге таптатпа. Өмірдің қиын сәттері төзімді сынау үшін беріледі. Өмірдің әр минуты бағала. Кеше тұрған жеріңде бүгін тұрма. Уақытың өтеді, өмір өзгереді, ал сен өзгермесең, бәрі бекер. Және сенің қолыңда тек бір-ақ нәрсе қалды: қимыл жасау. Өмірге тек қарап отыру жеткіліксіз. Бәрі сенің қолыңда. Сен шешесің, сен әрекет етесің, сен өзгертесің. Жүрегіңде жалын болса, жолыңнан тайма. Талпыныс, еңбек, сенім, сенің қанатың. Әр қадамың болашағыңа салынған кірпіш. Өмірдің биігі сенің бойыңда, және ол биікті тек сен көре аласың. Қиындыққа мойымай, әр сәтті бағалай біл. Шаршағаныңда да, сенбегенде де тоқтама. Өйткені шынайы күш ішкі сенімде, ал сенім ең биік шыңдарға жеткізетін жол. Бүгінгі әр ісің ертеңгі нәтижең. Еріншектікке жол берме, уақытыңды құрметте, жүрегіңді таза ұста және ойыңды биік ұста. Өмірде ештеңе бекер емес. Әр қадам, әр қиындық, әр жеңіс, бәрі сабақ. Өзіңе сен, өзіңді тыңда, жүрегіңді оят, өзіңнің арман жолыңды таңда. Өміріңнің әр минутын бағала, және ең бастысы, қашанда өзің бол. Қазақтың рухы сенде. Сен оянып, өзіңді дамытасың. Елің де көтеріледі. Сен өзгерсең, әлем өзгереді. Сенің әр ісің ертеңгіге жол ашады. Оян, жүрегіңді оят, арманыңды оят, өміріңді оят.